Ассалаумағалейкум қазақ елі. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайлар, су тасқыны, апат салдарынан зардап шеккен азаматтарға Алла жеңілдігін берсін. Бүгін 30.03.2024 жылы Маңғыстау облысы халқының атынан үндеу. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлына және Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов мырзаға біз өзіміздің адал еңбегімізбен шетелден әкелінген көліктерді кедендік рәсімдерін төлеп транзит өмірмен жүрміз. Қазақстанда өтел алымы тым жоғары. Сол себептен қазақ нөмір ала алмай жүрміз. Дамыған ешбір мемлекетте жоқ өтел алымын алып тастауды, алғашқы тіркеу алымын мүлдем алып тастауды талап етеміз. Және де 2022 жылы 1 қыркүйектен кейін келген автокөліктердің барлығын тіркеп беруді талап етеміз. Кеше Қанат Чарлапаев әлеуметтік желідегі берген сұхбатымен мүлдем келіспейміз. Және де оның отставка кетуін талап етеміз. Біздің осы мәселемізді үкімет отырысында қарап шешіп беруіңізді талап етеміз. Талап етеміз жігіттер? Талап етеміз!